Хоккейде кейде күнтізбеге сәйкес командалар бір-бірімен қатарынан 4 кездесу өткізу қажет болатын жағдайлар кездеседі. Дәл осындай жағдай Теміртау мен Алматы командалары арасында орын алды. 17 және 18 қазан күндері қос команда Теміртау қаласындағы мұз айдында кезекті матчты ойнап, онда мұз айдын иегерлері қатарынан 2 жеңіліске ұшыраған болатын. Келесі кезекті кездесу Алматы қаласында 23 және 24 қазан күндері өтті. Жанкүйерлер алматылық команда Теміртау командасына ешқандай ұпай бермейді деп болжаған болатын. Бірақ ойын қорытындысы айтылған болжамдарды теріске шығарды. Ойынның алғашқы минуттан бастап қос командада тең дәрежеде ойын көрсетті. Ойын барысында мұз айдын қожайындары қарсыластарынан басым түскенімен Теміртау командасы да өз шеберліктерін көрсете білді. Осылайша бірінші кезең нәтижесіз аяқталды. Екінші 20 минутта ойын осындай жылдамдықпен жалғасты. Командалар шабуылдармен алмасып, қақпаға бірнеше шайбалар көздегенмен есеп ашылған жоқ. Ойынның екінші кезеңде нәтижесіз аяқталды. Қорытынды үшінші кезеңде екі команданың да нәтижесіз көзделген шайбалары есепті аша алмады. Ойынның негізгі уақыты тең аяқталып, жеңімпаз Буллит сериясында анықталды. Буллит сериясында алаң қожайындары 5 шайба соғып, 3-і сәтті түсті. Дегенмен Буллит сериясының қорытындысы бойынша Теміртау хоккей клубы алаң иегерлерінен басым түсіп, 0-1 есебімен жеңіске жетті.